Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі менің тіршілігім сансеверия гүлін жапырақтан тамырлатамыз. Екі түрлі способпен бірге болыңыздар. Мынандай сансеверия деген гүл. Осының қазір екі жапырағын кесіп аламын. Сондай үлкен гүл емес. Маған келгелі бір ғана детка берді. Тамырлары жақсы, енді кішкене үлкенірек горшокқа ауыстыру керек. Кесіп алдық. Біреуін мынандай топыраққа отырғызамын, біреуін суға салып тамырлатамын. Төрт бөлікке бөлінді. Екіншісі 5 бөлік шықты. Бастысы достар, мынау асты жағы менен үсті жағын шатастырып алмауымыз керек. Бас жағын суға мысалы салып қойса, ол тамыр бермейді. Аяқ жағын салуымыз керек. Мына 4 бөлікке бөлінгенді суға саламын. Кәдімгі жылы су тұндырып қойған. Оны 5 бөлікті топыраққа егемін. Асты тесігі жоқ топырақтың. Бетін жаппай, пленка ештеңе кигізбей, осылай кішкене су бүркеп қойып қоямын. Бұны мен 15 март күні кесіп, осылай жартысын суға, жартысын топыраққа салдым. Наурыз айының 15-інде осы сансеверияларды қырқып, міне 4-еуін суға, 5-еуін топыраққа отырғызған болатынбыз. Міне суға салған сансевериямыз міне 1 ай дегенде міне осылай тамыр берді. Суда тұрғанымыз 1 ай дегенде осындай тамыр шығарды. Мына екеуінде міне енді шығып келе жатыр. Енді міне кішкене ағақ болып. Мынада енді тоже шығып жатыр. Топырақтағысы тамыр берді ме, бермеді ме, көреміз қазір. Топырақтағы да тамыр беріпті достар. Мынауымыз бермепті мінекей. Мына жері кеуіп қалыпты. Бұл мен қазір кесіп тастап, тағы да қайтадан тығып көремін. Мынау да бермепті мінекей. Жер кеуіп қалыпты. Мынау да солай кеуіп қалыпты. Видимо, кептіріп қойдым ғой деймін, наверное, топырағы кеуіп қалған, наверное. Жуып әкелдім бәрін. Қайшымызды хлоргексидинменен обрабатывать етіп алдым. Кеуіп қалған жерлерін кесіп тастап. Кішкене шетінде кішкене тамыр шығарып келатыр екен. Бір шетін ғана кестім. Осы өзінің топырағына қайтадан егіп қоямын.
достар, міне мына сансевериямды осыны 16 сәуір күні ашып көрсеткен болатынмын. Ол кезде біреу ғана, жоқ, екеу ғана тамыр беріп неткен. Ал енді міне бүгін сәуір айының 29-ы, мінекей суға салған сансевериям 4-еу де осындай мінекей күшті тамыр берді. 15 мартта қойғанмын, 1,5 айда мінекей осындай результат. Оны топыраққа салғаным 16-сына ашып көргенімде біреуінде ғана тамыр болған. Қазір енді ашып көреміз. Мына біреусінде міне енді бір тамыр шығып келе жатыр екен. Мына біреусінде такие жоқ, тағы да солай сушить етіп жатыр. Міне мына алдыңғы тамыр бергені, тамыры әжептәуір өсіп қалды. Мынада да түк жоқ. Мына біреуінде тамыр бар екен. 16-сына ашқаннан кейін мен жаңа салафанға салып қойғанмын. Арасында кішкене су құйып, су шашып тұрдым. Мына біреуінде де тамыр бар екен. Екеуінде тамыр бар. Мына біреуге енді ғана біреу шығып келе жатыр, ал мына екеуінде түк жоқ. Бұларды мен ары қарай суға салып қоямын. Топыраққа салмаймын. Ал достар, енді менде мында доллар гүлі. Мен бұны арнайы түсірмеген едім алдын салғанымда. Бұны да осы видеоға қоса салайын деп тұрмын. Міне мына доллар гүлінің жапырағын мен 9 март күні салғанмын. Бұны да результатын көрсете салайын. Бүгін бізде 29 сәуір, 9-ы 1,5 ай дейікші, 1,5 айда осындай тамыр беріп тұр доллар гүлі жапырақтан. Мынадан да кішкене енді жапырақ тамыр беріп жатыр. Бұны да қайта мазасызбын ғой, ашып көре берем. 1,5 ай дегенде тамыр берді достар. Мына антуриум гүлі жапырағы түсіп қалған, соны сала салған. Да түкте жоқ. Так, енді осыларды қазір мына сансеверия гүлінің тамыр шыққандарын горшокқа отырғызам. Мына долларды да сансевериянды қазір горшокқа отырғызам. Мынау тамыры жоқ үшеуін судан тезірек шығады екен. Суға салып қоя салам, ары қарай шыға берсін. Негізі долларды жапырағын бірінші суда шығарып алу керек дейді. Мен енді суға салмадым, бірден топыраққа салған ғой. Топырақтан да осындай результат берді. 1,5 ай дегенде. Достар, мынандай не дайындап алдым, астын тесіп. Алдын асты тесік емес, ыдыста тұрды. Мынандай горшокқа отырғызам десем, мына горшок слишком үлкен болып тұр. Прозрачный ыдыс, әрі десе тамырын көріп тұрғанға ыңғайлы да, әдемі. Достар, жаңа терезе мына бір затты алайын деп, мына астынан былай қойып егейін дегенде, мына бір стаканды құлатып алдым. Бұған кеше ораза айында құрма жедік, осы құрманың сүйегін сала салған ғой, шыға ма шықпай ма көрейінші деп. Мынандай болып шығыпты.
қасына апельсин ба, мандарин ба білмеймін, тоже бір сүйегін сала салған, ол қурап қалып шықпады. Құрмал былай шығыпты достар, қараңыздар. Бұны да қазір топыраққа егіп қоямын. Бетінде көрінбегенге шықпайтын болды ғой деп ойлап жүрген, сөйтсем шығып жатыр екен. Ал достар, енді керамзит салып алдым. Кішкене үлкендеуіне мына сансеверияны, ал мына долларды мынаған салам. Қараңыздар, кішкене жаңа жуып әкелдім. Картошка байлап жатыр ғой. Кішкене ғана, қараңыздар. Күшті ба? Төртеуінде бір ыдысқа отырғызып қоям пока. Но уже астында тесігі бар. Кішкене ауа жүргізіп тұратын. Ары қарай алып кететін шығар. Тамырларын жуып әкелдім. Мынау топырақ кішкене влажныйлау. Пока су құймаймын. Пока 1-2 күн тұрсын. Топырақ өткенде гүл отырғызған қалған топырақтар ғой. Пока су құймаймын, осылай қоямын. Сансевериян тамырлары тез өсіп нетіп кетеді. Надо бір ай тұрса, уже үлкен горшокқа отырғызам. Сразу отырғызайын десем, горшок слишком үлкен болып тұр. Маған енді тамыры жайлап уже симай нетіп жатса, сол кезде уже горшокқа отырғызам. Тамыры тез жайлаттым. Женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Топырақтарын осылай моғып сала берем, кейін су құйылғаннан кейін топырақ кішкене отырады. Без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Так, мінекей достар, екеуін де отырғызып қойдым. Ал енді ары қарай мынаны суға салып қойдым үшеуін. Ары қарай енді бақылайтын боламыз. Ал мен осы айдың 18-іне гүлдерімді топырағын ауыстырған болатын алдыңғы видеомда, я. Соларды қазір результатын бірге бақылайық, бірге болыңыздар. Мінекей достар, кухнядан бастайық. Мінекей пеперония. Жағдайы жақсы, прям күшті, жап-жасы болып әдемі болып тұр. Колиос, хидера. Шетінен жаңа айда жапырақтарын шығарып, бірінен соң бірі өсіп жатыр. Мынау апельсин ба, мандарин ба? Мандарин, по-моему, ұмытып қалдым. Точно мен салғаным, әйтеуір 5-6 сүйек сала салған. Бір горшокта дұрыс өскен жоқ, тамырлары қалың болады екен. Сол тамырлары, видимо, бір-біріне мешать етеді ғой деймін. Мынау тек қана тамыр тұғын сала салған, тоже міне жаңа жапырақ беріп жатыр. Міне бәрінен жаңа жапырақтар төбесінен беріп жатыр. Жағдайлар жақсы. Мынау маранта тоже әдемі өсіп жатыр. Түнге қарай мына жапырақтарын төбеге қарап қақиып тұрып қалады, күндіз осылай жайылады. Терезеге мән бермеңіздер, бұйырса Құдай қаласа тереземізді ауыстырамыз. Күн шағылысып тұр енді, амал жоқ. Мынау кеткен нантам, жағдайы күшті, тоже
түнге қарай жапырақтарын қақ етіп жинап алады. Ал күндіз осылай жайлап әдемі болып тұрады. Мінекей фикусым. Тфай міне маған келгелі міне үшінші жапырақ шығарып жатыр. Міне жағдайы күшті. Фикуспен долларды ауыстырмағанмын. Кішкене әлдені қалсын, сосын ауыстырамыз деді. Мен долларымды тфай. Жаңағы долларды бұдан алмаған, бұл әлі жас. Оны басқа біреуден әкеліп салған тұғым жапырағын. Енді әлдені күшті болып жатыр. Тфай. Мынау каланхоям. Мынау міне декабрист. Тоже мінекей жаңа жапырақтар беріп күшті өсіп жатыр. Жанынан беріп жатыр еще. Мекемекті жанынан жапырақтар беріп жатыр. Мынау сансеверия. Өткенде топырағын ауыстырып жатқанда екі жағынан детка беріп жатыр еді. Ол міне мынау уже терезе ашық қойды, шулап жатыр. Айып етпеңіздер. Мінекей мына деткасы уже бетіне шықты. Екінші жағында тағы бар еді, ол кішкене әлі шықпай жатыр. Білмеймін, шығатын шығар. Мінекей 1,5 апта болды, отырғызғаныма. Мінекей тамырлары тез тамырлайды сансеверияны. Мінекей жанына уже шығып, тамырлары горшокқа уже нетіп жатыр. Тіреліп жатыр. Тез тамырлайды бұлар. Өте жақсы гүл. Мынау китайский деревом мінекей. Қыздарым құлатып, біреуін сындырып, бетіне салып қойдым. Тфайды, бұл вроде тоже жай қалып жатыр. Никоне құлатты ма? Жарайсы. Мынау малачай. Анау күндері астыңғы жапырақтарын бәрін сарғайтып нетіп еді, сол топырақ ауыстырған екен кішкене нетті ғой деймін. Қазір енді вроде сарғайтып жатқан жоқ. Мынау мужское счастье, мына фитильда тұрған. Фитильға отырғызғалы 3 жаңа жапырақ берді. Өте ақырында өсіп жатыр. Сулар таусылыпты. Қазір суларын, ыдыстарын жуып, жаңа су құямын. Мынау женское счастье шопын. Тиспен Миконя. Тоже отырғызғанның фитильға. Артыр. Қасындағысы тамыры жоқ еді, ол солып, жағдайы дұрыс болмағаннан кейін міне мында суға қойып қойдым. Міне білмеймін, тамыр шығара ма, шығармай ма. Ал мынаусы вроде бойын тіктеп, әдемі болып тұр. Ары қарай өсетін шығар деп ойлаймын енді. Так, мынау хлорофитум, мынау традисканция, бұлар күшті болып тұр, тоже өсіп жатыр, шүкір. Мынау толстянка, мынаның тыныш мекен. Аяру тыныш. Мына толстянкамды бонсай сияқты қылып, мына жағын стволын жалаңаш қылып нетем деген ғой. Мына жердегі мына майдалардың бәрі осы түбінен шыққан нелер, соған отырғызып қойдым, өсіп жатыр тоже. Жаңағы тоже апельсин ба, соның тағы бір екеуін біреуге отырғызған, тоже жап-жасыл болып, жаңа жапырақтар шығарып өсіп жатыр. Мынау толстянкам. Мынау гераньды фитильға отырғызған. Естеріңізде болса, біреуінде тамыры бар, біреуінде тамыры жоқ. Міне тамыры бары әдемі болып тұр. Мына тамыры жоғы солып, бір-түрлі болып тұрды. Сосын оны алып, қырқып, суға салып қойдым. Білмеймін, тамыр шығара ма, шығармай ма, көрем тоже. Женский екеуін бірге қойып қойдым. Шығаратын шығар енді. И менде тағы да жаңа гүл достар. Сингониум. Сингониум деген гүл алдым. Мұнда 3 сорты менде. Сингониум разбираться ететін кісілер түсінеді шығар. Мұнда міне бір түп панда, сосын тағы бір түрі бар, енді білмеймін, ол түрлерін білмеймін. Мына гүлді өзіміздің магазиннен алғам ғой, негізі 1000 теңгеден скидка болғаннан кейін. Сол группамыз бар, сол группамызға жазғам, сөйтем. Сол группада тағы бір әйел жазады маған, сізге сингониум керек па? Менде үлкені
1000 теңгеден берем алсаңыз деп. Сөйтіп жарайды деп магазиннен де жаңағы тыныш жаңағы кісіден де барып алып келдім. Енді в итоге менде 3 түрлі. Міне мынаның жапырағын қараңыздаршы. Біреу жағы ақшыл, бір жағы жасыл. Панда деген түр болады екен. Мынау панда екен түрі. Мынау ма панда? Білмеймін, әйтеуір біреуін панда деді. Осындай жаңа бір гүл алып алдым тағы да. Сосын міне мына комодтың үстіндегі гүлдерім, мынау кодиум дейді, кротон дейді. Кротоным да тфай-тфай жақсы. Мынау драценам. Мінекей жапырақтары жарқырап әдемі болып тұр. Сол отырғызғалы бері бір рет қана, сәл-сәл ғана су құйдым. Мынау міне женский счастьем тоже. Мінекей бір жапырақ. Мына жақта міне тағы жапырақ шығарып келе жатыр. Биыл енді гүлдейтін шығар деп күтіп отырмын енді. Орхидеяларым. Білмеймін, орхидеяларым кішкене маңызсыз болып тұр тоже. Түк жағдайын ете алмай жатыр. Мынау міне жапырағын шығарып, әжептәуір өсіп келе жатыр еді, что-то бір жапырағын сарғайтып түсірді. Мына біреуде жапырағын сарғайтып түсірді. Мынаны да тамыры онша емес, что-то бірақ көгеріп тұр, әдемі болып. Мынау суды кішкене влажность болсын деп қойып қойған ғой мына жерге қастарына. Менде гүл қоятын орын аз, сонда да болса гүл ала берем. Папамыз ұрсап, қайда ала бересің, уже орын жоқ деп. Қалған орхидеяларым мына жақта. Бұларға кішкене жарық аздау, но сонда да орын жоқ, амал жоқ, осы жаққа қойып қойған. Бұлтты күндер болғанда лампа қоямын. Мынау гүлімде анау күні жапырағын сарғайтып тастады. Түбінде что-то кішкене іріп кетіпті. Сол жерін тазалап, вроде жаңартып қойдым. Мен білмеймін, ары қарай ала ма, алмай ма. Мынау да сол бойы тұр. Не жапырақ бермейді, не өспейді. Мынау екеуін 500 теңгеден скидкамен алғанмын. Маған келгермін. Мынау тамырлары өсіп әдемі болды. Бұлар мына жапырақтарды берді. Мынаның да жағдайы жақсы. Мінекей мына бір цветоносты шығарды. Бірақ гүлі ашылмай, суын дұрыс нетпей несі түсіп қалды. Мына біреу мінекей детка ма, білмеймін. Детка ғой деймін. Сондай шығарды әйтеуір. Бұның да тамыры жақсы. Гүл беріп еді, өзім суын дұрыс нетпей кішкене құртып алдым. Мынау гүлде тоже тамыр онша емес, әйтеуір тұр. Не жапырақ бермейді, не тамыр бермейді. Осылай. Кішкене жарық аз негізі, бұларға жарық жақсы болса гүлдейді деген ойдамын. Достар, менің гүл әлемінде осындай өзгерістер болып жатыр. Мыналарға енді астына бірдеңе қойып, 1-2 күннен кейін суғарамын, пока суғармаймын. Онан енді суға сап қоямын. Суда тезірек тамырлайды екен, чем топырақты тамырлағаннан. Ал мынау құрмаға жаңа тамыры ашылды. Енді кішкене қазір су тамызып қоямын. Ары қарай өсетін шығар енді. Осылай достар, енді менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет баршаңызға. Каналымды қолдап, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар. Баршаңызға алғысым шексіз, үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.